жеп көрсең прямо дәмі тамаша, және соны бірге сықырлап қыпырлап тұр. Керемет дәмі. Құрметті менің жазылушыларым, тіркелушілерім және менің каналымды көріп жүрген қонақтар. Бүгін біз сіздермен ашыған капуста, не болмаса квашеная капуста дейді, соны дайындау әдісімен бөлісеміз. Алдымен капустаны тураймыз. Мен капустаны пышақпен тураймын. Негізінде оны немен де турауға болады. Жаңа корейский салаттар жасайтын шинковка дейді ғой, сонымен де турауға болады, бірақ менің жағдайымда мен қолмен тураймын. Осы капустаға біз жаңағы сәбіз, тұз килограммына бір қасықтан болады. Үлкен ас қасықпен және лавр жапырағы, қара бұрыш салынады. Міне басқа ештеме керек жоқ. Негізгі жаңағы құрамы капуста мен сәбіз. Капустаны турап бітірді. Мына жерде 2 келі капуста, 300 грамдай морков бар, сәбіз. Екеуінде қолмен турадым. Капустаны тым майда, жіңішке қылып турауға болмайды. Кішкене жаңағы тым үлкенде қылмай, 5 мм, 7 мм арасында осылай турадым. Жалпақтығын сәбізді де қолмен жаңағы дәл капуста секілді кесіп шықтым. Мына жерде 2,5 қасық тұз бар. Осы 2,5 қасық тұзды енді біртіндеп сеуіп, сәбізді бәрін араластыра бастаймыз. Міне, қолмен неғып, уже бұл не тұз өлшеніп алынған, осы тұздың барлығы осы капустаға жаратылу керек. Өстіп, аздап қана сеуіп, сәбізді енді осылай араластырамыз. Өстіп, бұны бұлай қарай жіберіп, тағы да екінші несіне араластырып, тұзды сеуіп, осылайша аздап сәбізден сеуіп, барлық тұзды осылайша, барлық капустаны осылайша араластырып, содан кейін әбден қатты мұжымаймыз, тек қана жай араластырамыз. Араласпай қалған жері бар болса, тағы да тұз араластырып, тұзбен сәбізді бірге араластырып отырамыз. Осылайша барлығын. Сосын бәрін әбден араласып бітіргеннен кейін, тұзда кішкене қалды, бұны кішкене үйіп өз-өзіне келуге бір 10-15 минутқа қоямыз. Тұз тигеннен кейін бұдан су бөлініп шыға бастайды капустадан. Тұзбен жаңағы сәбізді капустаға бір келкі ғып араластырып, және сонымен осылай қойдық. Енді 15 минут болды. Қарасаңыздар, жылт-жылт етіп, тұз себілгеннен кейін капуста өзінен өзі суық бөліп жатыр. Жаңа құрғақ сияқты болған, енді қазір жылт-жылт етіп, өзінен суығын шығарып жатыр. Бұл капуста жаңағы өзінің сөлімен, өзінің жаңағы шырынымен квасица етіледі, ашытылады. Өйткені капустаның өзінің бойында да суы өте мол. Банкамызды жуып, тазартып, ішіне жаңағы лавр жапырағы 1-2 тал, және бір шымшым 5-6 қара бұрышты салдық. Енді біртіндеп капустаны ішіне салып, кішкене салғаннан кейін, әрбір кішкене салған сайын, бетіп кішкене түбіне қолмен мұжып, тығыздап, және әрбір салған сайын қара бұрыштан кішкене ғана 4-4-ден, 5-6-дан бұлай лақтырып отырамыз ішіне. Көрдіңіздер ме? Және жаңағы капустаны салған сайын басып отырамыз. Капуста осылай мына беті жабық, беті жабық тұрған күйінде стол үстінде 2-3 күн тұрады. Үй температурасында. Үйдің температурасы өздеріңізге белгілі 18-20 градус болады. Сол кезде жаңағы капуста өзінің бабымен әдемі ашитын болады. Капустаны
бір күн сайын енді 2-3 күн тұрғанда 2-3 рет жаңағы былай тесіп, ішіндегі воздухын бірнеше жерден тесіп, осындай ағаш палкамен жаңағы тесіп шығарып тұрамыз ауасын. 2-3 күннен кейін осындай жылы температурада тұрған капуста дайын болады. Одан кейін оны нұрарлап кәдімгідей бұлай жауып, балконға не болмаса холодильник ішіне қоюға болады. Бір күннен кейін капуста ашып, кішкене мындай жағдай болып жатыр. Суы бетіне көтерілген, және арасында воздух шығып қояды. Қазір біз мұны мындай қарасаңыздар, мындай ашып тұр екен. Түбіне дейін тұрамыз. Сонда воздух шығады ішінен. Міне осылайша 3-4 рет жаңағы түбіне дейін таяқшаны тағып еді. Ішінен воздух шығып, жаңағы суы кішкене астына қарай сіңді. Міне осылай 2 күн, 3 күн осылай жасап, содан кейін уже дайын болады. 2-3 күн осындай үй температурасында кухняда болады ғой енді. Жақсы. 3 күн болды. Капуста ашыпты. Өте әдемі ашыған. Өз деңгейінде жеп көрсең, прямо дәмі де тамаша, және соны бірге сықырлап, қыпырлап тұр. Керемет дәмі.